Іш ауруының түрі мен себебі. Бір іштің жоғарғы жағы асқазанға жақын тұсы ауырса, гастриттің белгісі. Бірақ егер ауырсыну оң қолға берілсе, бұл инфаркттың немесе соқыршек қабынуының аппендицит симптомы болуы мүмкін. Екі оң жақ қабырғасындағы ауырсыну. Өткір ауырсыну, ауырлық, жүрек айну, ауырсыну оң иыққа берілуі, өт немесе бауыр түйілуі болуы мүмкін. Ұлы өт қалтасындағы тастардың белгісі. Тұйық ауырсыну, тәбеттің жоғалуы, өт шығару жолдарының дискинезиясын көрсетуі мүмкін. Үш оң жақ бүйірдегі ауырсыну, бел деңгейінде бүйрек түйілуі болуы мүмкін. Бұл бүйрек тастары, несепағардың бітелуі немесе қабыну себебінен болады. Төрт сол жақ қабырға астындағы ауырсыну. Көбінесе ұйқы безінің қабынуына панкреатит байланысты. Асқазан немесе 12 елішектің жарасынан қан кету себебінен де пайда болуы мүмкін. Бес іштің ортаңғы бөлігіндегі ауырсыну. Көбінесе артық тамақтанудан болады. Дисбактериоздің белгісі болуы мүмкін. Каналға жазылуды ұмытпаңыз. Сіз менің каналыма жазылсаңыз өкінбейсіз. Тіркеліп қоңырау белгісін басып қойыңыз. Сізді қызықтырып жүрген сұрақтар болса, комментарияға жазып кетіңіз. Мен сізге міндетті түрде жауап беретін боламын.